Дәрігердің қабылдауынан шыққан Нұрайым теңселіп саябаққа келді. Көзі жасқа толып жылай бастады. Айналадағы адамдар оны мүлдем қызықтырмады. Тек жаны ауырып барады. Оның телефоны шырылдайды. Тұтқаны көтеріп, үнсіз тыңдап отыр. Хабарласқан оның жігіті Асылжан болатын. Нұрайым, сені сағынып кеттім. Жақында бір жұмыстармен өзіміздің қалаға барамын. Сол кезде сағанда... Келме, маған келме. Неге? Сені көргім келмейді, сені жек көремін. Саған не болған? Неге олай дейсің? Я, мен 2 апта саған хабарласа алмадым. Бірақ бұл жақсы көрмейді дегенді білдірмейді ғой. Өзің де білесің, менің артық уақытым жоқ. Ақталма, маған ештеңе айтпа. Осылай бір сөзді қайталап жүргеніңе 1 жыл болды ғой. Солай бір сөзді сылтауратып қайталай беруге ұялмайсың ба? Біраз үнсіздіктен соң, сен жылап отырсың ба? Сені кім ренжітті? Мені ренжіту тек қана сенің ғана қолыңнан келеді. Жоғалып кеткеніме ренжисің ба? Шын сүйген жігіт ешқашан жоғалып кетпейді. Өтінем, мені кешірші. Жетер, енді мүлдем хабарсыз кете бер, көрмегенім сен болшы, деп тұтқаны қоя салды. Асылжан оған бірнеше рет хабарласты. Бірақ ол телефонын өшіріп тастап, жылап дәрігердің сөздерін ойлап отырды. Осыдан 1 ай бұрын Нұрайымның басы ауырды. Анасы жанынан шықпай дәрі беріп жатқызып қоятын. Бірақ бұл жағдай 2 апта қайталанды. Оның басының ауруы жиілеп кеткен соң, ата-анасы уайымдап оны дәрігерге апару үшін бәрін жасады. Бірақ ол үнемі қолым бос емес деп бас тартатын. Өзін сау, еш жері ауырмаған адамдай ұстайтын. Бүгін ол оқуынан 1 күнге сұранып, анасының өтініші бойынша дәрігердің тексеруінен өтті. Дәрігер оған басында ісік барын, оны емдеуге кешіккенін және өмір сүруге бар болғаны 3 айдың қалғанын айтты. Дәрігер туыстарына ескертуін сұрады. Бас ауруының арты осындай жағдайға ұшырайды деп ешқашан ойламаған болатын. 3 ай, бар жоғы 3 ай қалды. Өзінің өмірінің соңғы 3 айдан соң аяқталатынын есту кез келген адам үшін ауыр екені айдан анық. Нұрайым басын көтеріп, үйіне қайтты. Өзін әрең ұстап келеді. Аяғын ақырын басып үйіне келді. Сіңлісі Алтынай алдынан шығып, «Әпке, келдің бе? Көзің ісіп кетіпті, жылағансың ба? Апам мен әкем қайда? Тойға кетті, айтсаңшы, саған не болды?» Алтынай, басым ауып тұр, мені сұрақтың астына ала бермеші. Апам сені бүгін дәрігерге барады деп еді, тағы да қолың тимеді ма? Дәрігерге бардым, аздап суық тиген деді, басқа ештеңе емес. Енді тыныштық берші. Мамам саған сүт ішсін деп еді, қазір алып келейін, деп ас бөлмеге жүгіріп кетті. Сүт ішіп алып төсегіне жатып қалды. Алтынай оған мейірлене қарап, үстіне көрпесін жауып қойды. Сосын одан алыс кетпей, оның жанында кітап оқып отырды. Нұрайым түс көріп жылап оянды. Орнынан тұрып қараса, Алтынай кітапты құшақтап жанында жатыр екен. Көрпені Алтынайдың үстіне жауып, өзі тұрып кетті. Сөйтіп таңға дейін көзілген жоқ. Сағат 8 болғанын көріп, ас бөлмеге барып, таңғы ас дайындап қойды. Телефонына қарап отыр еді, Алтынай кіріп келіп, «Әпке, сен қашан тұрдың? Таңғы ас дайындап қойғансың ба? Қазір мен жуынып келейін», деп асыға шығып кетті. Нұрайым мен Алтынай таңғы ас іше бастады. «Әпке, осы демалыста апам, мен, әкем 4-еуміз бір жерге барайықшы. Олар мен айтсам келіспейді, ал сенің сөзіңді жерге тастамайды ғой, көптен бері сыртқа шықпадық». «Жарайды». «Алақай», деп оны құшақтай алды. «Апам сені қатты уайымдап жүреді, басыңның қатты ауырмағанына қуанатын болды». Осы сәтте есіктің қоңырауы соғылды. Алтынай жүгіріп барып есікті ашты. «Апа, әке», деп екеуін құшақтап алды. «Қызым, болды, енді жіберші, сен сағынатындай уақыт болған жоқ қой. Нұрайым қайда?» «Ас бөлмеде, таңғы ас ішіп отырғанбыз. Ерте тұрып алыпсыңдар ғой?» «Я, тұрсам, әпкем жанымда жоқ, оны іздеп жүрсем, ол таңғы ас дайындап менің оянғанымды күтіп отыр екен. Сіздер неге бүгін келіп тұрсыздар? Кеше қайтамыз деген едіңіздер ғой?» «Кеше той аяқталған соң достарымызбен көңіл көтеріп қайттық». Нұрайым орнынан тұрып күлімдеп оларды құшақтап алды. Маржан оған қарап, «Қызым, түрің бозарып тұр ғой, дәрігерге бардың ба?»
Бардым, анашым, басыма суық тиген дейді, аса қауіпті ештеңе жоқ екен. Ал дәрілер ше, дәрілер жазып берді ме? Иә, дәрілердің тізімін берген, бүгін барып аламын. Жақсы, жарайды қызым, міндетті түрде ал. Иә, анашым. Осы кезде әкесі Мақсат сөзге араласып: айттым ғой, босқа уайымдайсың, біздің Нұрайымға ештеңе болмайды. Нұрайыммен сөйлескеннен кейін Асылжан өзін жайсыз сезінді. Бұрын да осындай сөздер естіген болатын, бірақ осы жолы неге екені белгісіз оның жанын ауыртып барады. Жұмысынан сұранып, өзінің қаласына баруды дұрыс деп тапты. Әрі ата-анасын да көрмегеніне біраз уақыт болыпты. Асылжан Нұрайымның айтқан әр сөзіне ойланып келеді. Осы жолы одан шынымен айырылып қалардай күй кешуде. Асылжан үйіне барды. Ата-анасымен көрісіп, сағынышын басып алған соң Нұрайымға хабарласты. Басында жауап берген жоқ, кейін тұтқаны көтеріп: саған не керек? Нұрайым, жаным, мен келдім, кездесейікші. Менің уақытым жоқ. Қайдасың? Саған өзім барайын, универде, бірақ қазір шығып барамын. Сен үшін келдім ғой, кездесіп мәселені шешіп алайықшы. Жарайды, 1 сағаттан соң саябаққа кел. Асылжан саябаққа кетті. 1 сағаттың өткенін күте алмады. Үнемі олар бірге барып отыратын орындыққа отырды. Нұрайыммен ойнап күлген сәттерін есіне алып отыр. Бір кезде аяқтың тықылымен Нұрайымның келе жатқанын көріп, жымиып оған жүгіріп барып, оны құшақтап алды. Нұрайым оны кеудесінен итеріп: жіберші, жоғалып кеткеніме ренжімеші, кешірім сұраймын, осы соңғы рет болсын, уәде беремін, енді олай болмайды, Нұрайым. Асылжан, сенің орындалмайтын бос уәдеңнен мен шаршадым. Оның маған не қажеті бар? 1 жыл сенің артыңа қарап қателіктеріңді кешіргенім жетпей ме? Қанша ренжіп тұрсам да саған ауыр сөз айтпай күліп жүре бергенім жетпей ма? Білесің ба, сені ойлап 1 жыл уақытым көкке ұшыпты. Сенің маған деген тырнақтай сезіміңнің жоғын ертерек сезгенімде ғой. Олай демеші, сені қалай жақсы көретінімді білесің ғой. Оны білмеймін, бар білерім, маған уақыты жоқ адамға алтын уақытымды осы уақытқа дейін құртқан екенмін. Нұрайым, олай емес, мен жұмыста. Жұмыста да адам 1 минут уақыт демалады ғой. Сол минутты маған жұмсай алмадың ба? 2 апта, кейде 1 ай, кейде тіпті 2 ай. Адам қандай адамға уақыт жұмсай алмайды, білесің бе? Олар көңілі қаламайтын адамға уақытын жұмсай алмайды. Сен өзгеріп кетіпсің, оның себебін айтшы. Саған біреу мен туралы нашар сөздер айтты ма? Мүмкін менен басқа жігіт пайда болған шығар? Нұрайым үнсіз тұрып қалды. Көзі жасқа толып: иә, сен дұрыс таптың. Кешір, бірақ мен қазір басқа жігітпен кездесіп жүрмін. Не? Телефонмен айтылған әңгімеден-ақ сезуім керек еді, бәрі түсінікті болды. Нұрайым жүгіріп кетіп қалды. Асылжан айдалада жалғыз қалғандай сезімде болды. Нұрайымның сөздері жүрегіне тас болып тигендей кеудесін ұра берді. Келесі күн Нұрайым универден шығып келеді. Алдында Асылжанның тұрғанын көрді. Жанынан өтіп бара жатыр еді. Асылжан оның қолын ұстап қалып: қайда асығып барасың? Мен онымен танысуға келдім. Оның не қажеті бар саған, Асылжан? Сенің сөздеріңнің рас өтірігін білгім келеді. Асылжан, сен маған өтірік айтқан шығарсың, бірақ мен айтқан емеспін, осы жолы да. Өтірік болмаса дәлелде, оны маған таныстыр. Дәл қазір. Мен саған өзім айтып тұрмын, және саған не үшін дәлелдеуім керек? Егер дәлелдемесең, мен өтірік деп білемін, және сенен бас тартпаймын. Сондықтан басқа жігітіңнің барын дәлелдейсің. Оны саябаққа шақыр. Екеуміз де сонда барайық. Универдің алдында шу шығармайық. Оған хабарлас, деп көз алмай қарап тұр. Амалы қалмаған Нұрайым телефонын қолына алды. Бірақ кімге хабарласарын білмей тұр. Асылжан күліп: хабарласар жігітің жоқ па? Нұрайым өзінің мектепте бірге оқыған досы Олжасқа хабарласты. Асылжан оны танымайтын, ал Олжас Асылжан мен Нұрайымның сезімі жайлы бәрін біледі. Тіпті Асылжанның фотосуреттерін де көрген болатын. Нұрайым Асылжанды ойлап көңілі түскен сайын ол үнемі жанынан табылатын. Нұрайым оған жағдайын түсіндіріп айта алмады. Тек саябаққа келуін ғана өтінді. Нұрайым мен Асылжан саябаққа келе жатыр. Асылжанның көңіл күйі жоқ. Нұрайым оған өзін кінәлап келеді. Бірақ оны ренжітуді дұрыс деп ойлады. Асылжан олар бірге барып отыратын орындықтың жанына келіп, оған қарап:
Мына орындық біз кездескен сайын осында келіп отыратын едік. Басқа орындыққа барып отырайықшы. Неге? Менімен бірге жүрген сәттерің есіңе түсіп кете ме? Қуанышты сәттерімізде осы орындыққа отырған екенбіз, айырылысар сәтте де отырып қалайық, деп орындыққа жайғаса отырды. Алыстан Олжастың келе жатқанын көрді. Ол жақындай бергенде жанына барып оны құшақтап алды. Олжас түсінбей Асылжанға қарайды. Нұрайым, келгенің жақсы болды ғой, Асылжан менің сөздеріме сенбей тұр. Қандай сөздер? Асылжан орнынан тұрып, Нұрайым саған кім болып келеді? Ол, Нұрайым Асыға, жігітім дедім ғой. Жауап берсеңші, деп Олжасқа тесіле қарайды. Олжас сабырмен, я, Нұрайым менің қызым, ал сен кімсің? Бір қиындық бар ма? Қашаннан бері кездесіп жүрсіңдер? Нұрайым Олжасқа саусағымен бірді көрсетеді. Олжас, 1 ай болды. Сен неге менен жауап алып тұрсың? Кімсің өзі? Мына қыз айтпады ма? Мен оның жігітімін. Солай ма? Жігіті де болған шығарсың, енді емессің. Оның жігіті менмін. Сен оны ренжітіп, көңіл күйін түсіріп, өзіңді әлі де оның жігіті санайсың ба? Нұрайым Олжастың қолынан ұстап, қойшы, өткенді қозғап қайтесің, деп Олжасты алып кетіп қалды. Асылжан жұдырығын түйіп, басын салбыратып, өзін әрең ұстаған күйі орындыққа отыра кетті. Олжас пен Нұрайым ұзап кетті. Олжастың ойында сан түрлі сұрақтар сайрап тұрды. Нұрайым артына қарап, ұзап кеткенін көрген соң оның қолын жібере салды. Неге олай істедің? Жауабы бар шығар. Оны қалай жақсы көретініңді білемін ғой. Ал мына өтірігіңді қалай түсінеміз? Саған қарап бір себебі болар деп мен де өтірік айттым. Олжас, солай өтірік айтуыма тура келді. Саған рахмет. Сенің алдыңда қарыздармын. Неге Нұрайым, неге өтірік айттың? Оның келгеніне қуанып мойнына асылудың орнына мына концертті не үшін ұйымдастырдың? Ол мені жек көріп кетсін дедім. Оның менен көңілі қалғанын қаладым. Ол менен бас тартып, алыс кеткенін қаладым. Не үшін? Себебін айтсайшы. Неге үндеме қалдың? Айтсаңшы. Қалайша өзің жақсы көріп тұрған жігіттің жүрегін жаралайсың? Сенің басқа қыздардан айырмашылығың сол емес пе еді, Нұрайым? Себебі мен өлемін, деп жылап жіберіп, маған оның жанын жаралап, жүрегін ауырту оңай дейсің бе? Ол қиналғанда менің 2 есе қиналатынымды білесің ба? Мен өлген соң оның қиналғанын қаламаймын. Сондықтан қазірден бастап менен алыс болғанын қаладым. Не? Сен не деп тұрсың? Ондайды аузыңа алма, деп оны құшақтап біраз сабырға шақырды. Екеуі бір дәмханаға келді. Нұрайым сөз бастап. Осыдан 1 ай бұрын менің басым қатты ауырды. Ол дәрі ішкенде де қоймайтын. Саған да айтатын едім ғой. Содан ата-анам дәрігерге апаруды ойлаған, бірақ ыңғайы келмеді. Кеше анам айтып қоймаған соң бардым. Жақсы сөз ести қоймадым. Дәрігер маған 3 ай ғана өмірімнің қалғанын ашып айтты. Өзіңнің қашан өлетініңді білген қандай ауыр еді. Одан да үнсіз ештеңе білмей өліп қалсам ғой. Қайдағына айтпа, басқа да дәрігерлерге тексеріліп көр. Мүмкін шетелге барып келерсің. Сен күресуің керек, олай беріле салма. Мен бардым, 3 дәрігердің қабылдауында болдым. Басындағы ісік барын бәрі дәлелдеп тұрып айтты. Оны Асылжаннан жасырмауың керек еді. Ол саған қамқорлық көрсетер еді ғой. Оған айтып, оның қамқорлығын күтіп отырсам, мен өзімшіл боламын. Мен өмірден өткен соң оның жаны ауыратын болады. Ол қазірден менен алыс жүргені дұрыс. Ал ата-анаң ше? Оларға да айтпадың ба? Жоқ, жай ғана басыма суық тиіпті деп айттым. Бірақ неге? Себебі оларға айтсам, олар басында жылап дәрігер іздейді. Кейін бәріне көнетін шығар. Бірақ олар менімен аяушылықпен араласатын болады ғой. Мен осы өмірімді жоғалтқым келмейді. Олар менімен күндегіше араласқанын қалаймын. Ауыр жолды таңдап тұрсың, Нұрай. Иә, менің жағдайым саған ғана мәлім. Сондықтан өтінемін, ешкімге тіс жармашы. Нұрайым Олжасқа айтқан әңгімеден соң үйіне кетіп қалды. Ал Олжас көлігіне отырып ойланып келеді. Нұрайымның мен өлемін деп жылағаны құлағына жаңғырып естіліп тұр. Көлікті тоқтатып, рульді ұра бастады. Не дегенмен Нұрайым оның ең жақын досы еді. Оны мұндай өмірге қимай біраз жылап алды.
Нұрайым үйінде тамақтанып отыр. Алтынай оны түртіп: «Әпкемнің айтары бар». Мақсат оған қарап: «Не айтайын деп едің, қызым?» «Осы демалыста төртеуміз бір жерге барайықшы. Көптен бері сыртқа шықпадық». «Қайда барғың келеді, қызым?» деп анасы. «Мен айтайыншы, киноға барсақ қалай болады?» деп Алтынай сөзге жағаласып кетті. «Ой, қызым, біз үлкен басымызбен киноға барсақ ұят емес пе?» «Соны айтам, одан да бір мейрамханаға немесе ауылдағы ата-әжелеріңе барып келейік», деді осы кезде әкесі. Алтынай бүртия: «Ой, әке, өмірімізде бір рет болса да киноға барайықшы. Кинотеатрдың сыртында жасы 40-тан асқан адамдарға кіруге болмайды деп жазылмаған ғой. Оның үстіне ауылға өткен аптада ғана барып келдік. Әпке, сен де бірдеңе десеңші?» «Иә, менің де киноға барғым келіп жүреді. Өткенде бір құрбым жаңа мағыналы киноның шыққанын айтқан. Анаға жол деген өте жақсы кино дейді». Маржан Нұрайымның өтінішін жерге тастамай: «Жарайды» дейді. Алтынай қуанып кетті. Бәрін құшақтап сүйсіне тамағын ішіп отыр. Асылжан үйіне барды да біраз затын жинап, жұмыс жасап жүрген қалаға кетті. Анасы оны тоқтата алмады. Асылжанның ойы сонда барып жұмыстан шығу болатын. Сөйтіп өзінің туған жеріне қайтып келгісі келді. Осылай күндер өте берді. Нұрайым анасы сұрай берген соң дәрігер айтқан дәрілер деп дәрумендерді сатып әкеліп қойды. Ал анасы оны уақытымен беріп жүрді. Асылжан өзінің қаласына келіп алды. Тек Нұрайымның өзіне істегендері есіне түсіп, оған ашуы келетін. Олжас Нұрайымға күнде хабарласып, қалін біліп тұрды.